Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Бека достар. Бүгінгі видеода біз Благрашадағы кезекті өзіміздің видеомызға келдік. Ал енді бүгінгі видео өте қызықты шықты, так что шай печеньелеріңді алып алыңдар. Ал енді менімен бірге ойнағыларың келсе, сендер Таганрог серверіне шақырамын достар. Пока что әлі бізде промокод жоқ, сол промокодты алу үшін осы каналымызға тіркеліп кетсеңіздер достар, 1000 подписчик болғанда маған промокод береді, и және өзім лично 5000 блэккоин, блэкпастар ойнататын боламын конкурста. Ал ендеше видео қызықты болды, так что чай печеньелеріңді алып алыңдар. Ал ендеше кеттік. Ал енді ойынға қазір кірейін деп жатырмыз. Достар, менің домым госқа ұшып кетіпті. Алдында білесіңдер, алдыңғы видеода сатып алған едім, енді соны төлеуді ұмытып кетіппін. Ладно, енді қазір біз өзімізді статистикамызды көреміз. 18 левел достар бізде. Ал енді қазір банкоматты көретін боламыз, қанша ақша келді екен. Ол қателеспесем, алдыңғы бөлімде ол үйді біз 1,5 миллионға алған болатынбыз. Және де біздің шотымызда 1 миллион тұр екен. Нормально достар. Бүгінгі видеода енді біз өзімізде ең бірінші осы автопробег событиясын өтетін боламыз. Начать заезді басамыз. Мына шетте маған бір бәле деп жазды, байқамай қалдым. Достар, сендерде осы автопробег событиясында осындай баг бола ма? Ал енді достар, мен осылай автопробег событиясын аяқтаған болатынмын. Бүгінгі видеода біз 69 километр жасаған болатынбыз. Так, енді өзіміздің қай орында екенімізді көреміз. 785 орын. Менің ойымша нормально деп ойлаймын. Ал енді әдеттегідей өзіміздің әр видеода жасайтын жұмысымыз водолаз жұмысын жасайтын боламыз. Водолаз жұмысы осы Благрашадағы табысы ең көп және де барлығына ұнайтын жұмыс деп ойлаймын өз басым. Сендер де водолаз істеген болсаңдар, комментарияға жазып кетіңдер достар. Сосын достар, осы Таганрог серверінде ойнайтын болсаңдар, менің аккаунтыма подписка жасап қойыңдар, так что скоро банда ашатын боламыз. Ал енді өзіміздің спиди яхтамызды шығаратын боламыз, и потом заказ алатын боламыз. Мына жерде маған корабль түсті достар, маған корабль керек емес, сондықтан контейнерді іздейтін боламыз. Контейнер заказын славить етіп алдым. Ал енді барып тез орнап таситын боламыз. Бұл менің водолаздағы бірінші ходкам. Так что достар, осы видеоға лайк басып өтіңдер. Және де осы Таганрог серверінде ойнайтын болсаңдар, видеоның комментарийына жазып өтіңдер. Барлығымыз бірігіп өзіміздің бандамызды ашатын боламыз. Так, енді осы водолаз сүйер қауым дейін ба, немесе водолаз жасайтын формулалар осы водолазда обновадан кейін қанша предмет алынатындай қылып қойды. Соны комментарияға жазып кетсеңдер достар. И және де өздерің қанша предметтен аласыңдар, соны комментарияға жазып кетіңдер достар. Мен точно білмеймін, бірақ естігенім 7 предмет дейді. Барлық водолаздың жақсы көретін жері десем болады, жақсы көретін әдісі осылай келіп, бір жалға келіп өзінің предметтерін сату. Как раз X2-да кайф достар, 24 мыңнан береді. Ал енді өзіміздің келесі заказымызды алатын боламыз. И кеттік достар, осыны да орындап тастайық. Бұл менің екінші ходкам достар. Құрметті көрермен, өтініш, егер де осы видеоны көріп отырсаңыздар, менің арнама тіркеліп кетсеңіздер, өтініш, мен сіздерден только осы каналға тіркеліп кетсеңіздер деп сұраймын. Және де лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіздер достар, ол мен үшін өте мықты мотивация, и және де видео шығаруға деген бір күш десем болады. Ал енді екінші ходкамыздың да заттарын алып келдік. Ал енді осы жерге келіп причалда сататын боламыз. 24 000 рубльден сататын боламыз. Енді келесі өзіміздің правительстводағы жұмысымызды ұмытпаймыз, оны да істеп бірге бәрін қатар алып жүретін боламыз достар. Маған кейс бомжа берген болатын. Так, енді ашып жібереміз. Бізге читерка түсті достар. Бұны распульт етіп жібереміз, чтобы особый кейсті тезірек ашу үшін бізде 455 пыл. Ал енді осы өзіміздің правительство жұмысымыз жаққа да келіп қалдық. Ал енді правительствоның ішіне кірдім. Осы жерден енді
өзіміздің киімімізді, рабочий денімізді бастайтын боламыз. Ал енді чатқа F менюді жазып, ең бірінші заказымызды алатын боламыз. Заказ дегенде заданияны алатын боламыз. Бұл бізде внучка губернатор в беде. Яғни, губернатордың қызына көмектесеміз. Ал енді губернатордың қызына да келіп қалдық. Қазір енді ремонтный наборын беретін боламыз. Все, заданияны орындадық. Ал енді келесі заданиямыз біздің ол СМИ-ға барып, үйлерге газет тарататын боламыз. Так, енді СМИ-ға да келдік. Енді осы жерден секретарға барамыз. Секретармен сөйлесіп, и потом өзіміздің газеттерімізді алатын боламыз мына жерден. Ал енді алып болдық. Енді тез үйлерге барып, Каракино жаққа барып, үйлерге таратып шығатын боламыз. Ал енді соңғы газетімізді әкеліп тастадық, және де осы заданияны орындадық. Ал енді өзіміздің опытымызды көретін боламыз. Чатқа F меню жаздым. Бізде 70-тен 51 екен, достар. Ал енді видеода өз мәресіне жетті. Өз мәресіне жеткенде аяқталды десем де болады. Егер де видеоны алса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Обязательно, достар, өтініш, кім қарап отыр, ерінбей подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Достар, өте қуанып қалар едім сіздер подписка жасағандарыңызға. Ал енді видео ұнаса пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, өздеріңізге ұнаған болса жазып кетіңіздер. Давайте, достар.